Күйеуінің көзіне шөп салған үшін онымен жанжалдасқан Айман таңертең мең-зең болып оянды. Оянғысы келмесе де өзін сүйріп оятты. Шай үстінде мұрнын шүйіріп менсінбей отыратын енесімен мұны, жұрттың келіндерімен салыстырып отыратын атасын көргенде тамағынан шай өтпей қалатын. Өкіріп жылағысы келді. Бірақ кімге жылайды? Онсыз да сынықтан сылтау таппай отырған ата енесіне ме әлде, мұны қолдамайтын күйеу сымағына ма? Балаларын ойласа жүрегі қан жылайды. Жұмысқа барса үйге қайтқысы келмейтін Айман кейде құрысына мұңын шағып қайтатын. Үйге тек балаларына бола қайтатын. Отырсаң опақ, тұрсаң сопақ қылатын. Мұның бүкіл істеген ісін жоқ қылып, тырнақ астынан кір іздеп отыратын енесі Айманның тілін шығарған. Екеуі ұрсып қалса, енесі баласының құлағын бұрап, Айманды жер жаһандағы албастыдай қылып жамандап, айтпағанын айтты, істемегенді істеді қылып айтап салады. Шешесінің сөзіне ғана сенетін күйеуі, көзі қанға толған бұқадай Айманға жұдырығын ала жөнелді. Күйеуі екеуі шай ішіп шүйіркелеспегелі қай заман. Әке шешесінің алдында әйелін ұруды, әкіреңдеп сөйлеуді, оны адам құрлы көрмеуді мәртебе санайтын ермек әйеліне жылы сөз айтып, құшақтамағалы қашан Айманды жек көріп, әке шешесімен қоса жабыла кетуді, атана разылығын алдым деп түсінген ермек әйелінің сол мезетте жүрегінің тілім-тілім болып, жанының сыздайтынын түсінбеді, түсінгісі де келмеді. Жаны ауырған Айман күн өткен сайын сола берді. Айман соңғы кезде күйзелістен жатып қалатынды шығарды. Бұның жағдайы енесіне керемет мүмкіндік болды. Енесі күйеуінің миын жеумен болды. Айттым саған, балам, ана Бәтиманың қызын ал деп. Соны алғанда үйін береке, қораң қойлы, қолың майлы болып, мәпіражай өмір сүрер едің. Мына қаланың қолынан түк келмейтін ақсаусақ қызын алып сорлап отырсың мынау. Мына өлімтіктен ана қорадағы сиырдың пайдасы бар. Ең құрығанда сүтімен төлін аласың. Мына сорлы бала туғаны болмаса, не пайдасы бар? Мына тапқаныңды жаратып, тірлігіңді дөңгелетіп алып кетпегесін, мұндай қатыннан не үміт, не қайыр. Бұл сөзін атасы қолдай жөнелді. Әй, әлде де кеш емес қатын алса. Баламыз қылшылдаған жігіт әлі, табысы мол, 18 жасар қызды қаратады. Ана Жоханның әуім-сәуім баласы 2 қатын алды. Біріншісін көпірдің арғы басынан, екінші қатынын көпірдің бергі басынан алды. Елдің балдары мықты, үсті-үстіне қатын алып, мынаның жүрісі мынау әуім-сәуім қатыннан ажыра алмай. Өй сені, адам деген өз бағасын білу керек. Күнде қайталап айта берген соң, мида соған сенеді екен. Ермек расымен күннен күнге әйелін жек көріп, Айманды көрсе құдды құбыжық көргендей, одан жери берді. Шынымен жартаңдаудан қателесіппін деген тұжырымды миына запис қылып жазып алған ол, Айманның қасына жатудан қалды. Айман болса отбасын сақтаймын деп психологқа, балшы-балгерше, нумерологқа, астрологқа барып үлгерді. Бірақ отбасын сақтау бір әйелге байланысты емес екен. Психологтың кеңесімен күйеуінің қасына барып құшақтап алып еді. Ермек өзін құшақтаған әйелін бар екпінімен итеріп жіберді. Айман сол кезде жүрегі жүзге бөлініп, Ермекке қатты қапа болды. Бар талпынысы күл болған Айман, жүрегі езіліп ішіндегі запыранын Ермекке қарша боратты. Дүниедегі жалғыз еркек сен болсаң да, енді құшақтамаспын. Құдай бар болса, менің құшақтауыма зар бол. Ана көңілдесіңнің құшағы ыстық болып тұр ғой. Әкел соны үйге, көреміз махаббаттарын қаншаға созылатынын. Мына қанішер әке шешеңе шыдап жүргенмен ақымақ. Мен кетейін, артық болсам Ермек қарап тұрсын ба? Ол да аузына келгенін айтты. Қайда барасың? Бауырларын қабылдамаған ғой. Әкең алқаш, шешеңнің қан қысымы бар. Сөзі өзегіне өтіп кеткен Айман өкіріп жылады. Әйелін аямақ түгілі, мазақ қылып келемеждеп тұрғанына іші удай ашыды. Ал Ермек болса, дым болмағандай далаға шығып кетті. Жылап отырғанда құрбысы хабарласып, бүгін отырыс болатынын, араласатын құрбылары жиналып жатқанын, келмесе ренжитінін айтты. Онсыз да қаны басына шауып отырған Айман бірден келсе кетті. Қой, бір сәт өзіме көңіл бөліп қайтайын. Бұлармен алыссаң, жынданасың. Барсам барып қайтайын. Содан кешке ас суды дайындап ата-енесіне ескертті. Ал күйеуімен сөйлеспеді. Өйткені Айман сөйлесе, естімегендей жауап бермей отыра беретін.
Содан отырысқа барды. Отырыста ән айтылды, би биленді, әңгіме айтылды, ішімдік ішілді. Айманза күйік 2-3 стақан тартып жіберді. Масайрап қалып ішіндегі күйігін бір сәт ұмытқандай. Дегенмен көзіне ыршып жас келе берді. Далаға шығып бағанағы күйеуінің айтқан сөздері құлағында жаңғырды да тұрды. Отырыс бітіп үйіне таксимен қайтты. Келсе, енесі Айманның отырысқа барғанын телефонмен жер жаһанға жайып жатыр екен. Құдағиына звондап, қыздарымды алып кетіңдер деп аузына келгенін айтып жатыр. Енесінің құйтырқы тірлігіне мезі болған Айман қолын бір сілтеп бөлмесіне өтіп кетті. Базарға барса да, далаға шықса да ұрыс шығаратын енесі Айманның шешесіне звондауды әдетке айналдырған. Қан қысымы бар шешесі уайымдап, одан сайын ауырып қалатын. Ермек көзі қанға толған бұқадай Айманды күтіп жатты. Айман келісімен екеуі ұрса кетті. Сөзден жеңіліп бара жатқан Ермек Айманның шашынан ұстап сүйрей жөнелді. Жатым бөлмеден дәлізге дейін сүйреп барған ол Айманды жерге лақтырды. Жаны ауырып тұрған Айман шашының жұлынғанын, денесінің ауырғанын сезбей қалды. Бір кезде атасы мен енесі келіп ажыратудың орнына керісінше жабыла кетті. Біреуі тырнап, біреуі теуіп жүр. Атасы, мынадай қатыным болса, өлтірер едім деп баласын қайрап әлек. Өлтірсем, өлтіре салайын деп Ермек төніп келе жатыр еді. Енесі, балам, мұндай салдақыға қолыңды былғама деп ұстап қалды. Өзі онсыз да күйзелісте жүрген Айманға бұл қорлық жығылғанға жұдырық болды. Басы ауған жаққа қарай қашқан Айман, кілт тоқтады да, үйге қайта кіріп еді, әкесі хабарласып, алып кететінін айтты. Заттарын жинай бастады. Сол сәтте әке шешесі кіріп келді. Сұрау жоқ, сауқат жоқ, ата-енесі ауыздарына келгенін құсып әке шешесін жеп барады. Сөзге түсінбейтін надан құдаларынан қалады. Мезі болған Айманның әке шешесі ләм-лим деместен қыздарын алып кете барды. Балаларын алып кетпек болып еді, жиен немересін алмақ болған енесін Ермек ұрып жіберді. Шешесін ұрғанына жаны шыққан Айман күйеуінің басынғанына қаны қарайды. Кетерінде қатты қарғап кетті. Құдай бар болса, маған істеген қорлықтарың өздеріне 1000 есе болып қайтсын. Мына менің көз жасым жібермейді сендерді. Құдайдан күшті емес шығарсыңдар деп өкіріп жылап жіберді. Балаларын ертеңіне полициямен барып алды. Балаларын бермей, қанша сағат алысып әрең алды. Айманның жер жебіріне жетіп айтпай жатқандар жоқ. Айман бұл жолы ләм-лем демеді. Бір Құдайға тапсырып кете барды. Айманның ағалары күйеу балаларының шешесін сабағанын естіп, Ермекті тепкілеп кеткісі келіп еді, Айман әрең тоқтатты. Бір Құдай жазасын берер деп оларды жұбатты. Ал Ермек және оның әке шешесі қайда кетеді дейсің? Көп болса 3 күн сыйғызар, өздері әкеліп тастайды қыздарын деп сенімді отыр. Екеуінен әбден көңілі қалған Айман бұл жолы жаңа өмірге жоспар құрып қойған еді. Бар күш-жүгерін жинаған Айман бір күнде қалаға көшіп келді. Бауырлары көп көмек берді. Жұмысқа тұрды, балалар мектепке, балабақшаға берді. Азаннан қара кешке дейін жұмысқа басымен кетті. Ал бұл кезде ауылда қайнаған өсек бұрқырап жатты. Өзіне шаң жуытқысы келмеген енесі Айманның сыртынан өтірік өсекті шаштай өрді. Ойбай, қайтейін, келініміз өзіне көңілдес тауып алыпты. Түнімен сол көңілдесімен қыдырып ішіп келді. Удай мас, баламның көзіне шөп салып жүр. Баламнан көшедегі еркектер артық екен деп, өзі жоқтың көзі жоқ деп айызы қанып, Айман туралы өтірік ақпаратты ауылға таратты. Айтуға түк таппай отырған өсекшілер үшін мынау біразға дейін азық болды. Шын мәнінде көзге шөп салған Айман емес, Ермек еді. Өзінің баласын сүттен ақ, судан таза қылған енесі осы сөздеріне жауап беретінін білмеді, білгісі де келмеді. Оған тек ауылға кім жаман, Айман жаман деген атақ керек еді. Айманның қалаға көшіп кеткенін естіген Ермек шок болды. Ешқайда кетпейді деп өзіне сенімді болған Ермек бұл жолы сасайын деді. Айманды іздеп звондамайтын Ермек бұл жолы Айманға 100 рет звондады. Айман жауап бермеді. Қалаға артынан барып еді, екеуі дұрыстап та сөйлесе алмады. Қайдан сөйлессін, сөйлесуді ұмытып қалыпты. Ермектің әлде де жаңылыстым демей, бар кінәні Айманға жауып тұрғанына Айманның жыны келді. Ермек жылап еңіреп ауылына қайтты. Айман өзіне жабылған жаланы естіп қатты қапа болды.
Айман күйеуінің көзіне шөп салмақ түгілі еркек атаулымен сөйлеспейтін еді. Оның үстіне ермек көрген бірінші еркегі болған себепті басқа еркекке қарай алмайды. Ал ермек болса таза жүргіштің өзі еді. Бір күні ермектің Ербол деген досы звондап Айманға, қалаға келдім, кездесейік дегенде, Айман жағасын ұстаған. Есің дұрыс па деп еді. Ербол, қойшы қыз ұқсап қалада етегіне намаз қойып отырған жоқсың ғой, сені кездесуге шақыратын мен 19. Саған кездесуге ұсыныс жасап жүргенмен ғана емес шығармын. Қалада құр жүрген жоқсың ғой деп Ербол күйдірді. Енді хабарлассаң, әйеліңе айтамын деп әрең құтылды. Айман ойланып отыр. Егер Ербол хабарласып кездесуге шақырса, демек енесінің өсегіне сенгендер бар, өмір қандай әділетсіз. Жақсылар жаман, жамандар жақсы болып көрінетін өмір-ай. Неге осы ермекке адал бола тұра, осылай көріндім. Күйеуін қорғамаса, ит құсқа жем болады екенсің. Бай қарағанға бақ қарайды деген осы. Үйленерде Айманға өлердегі сөзін айтып сүйемін, күйемін деп алып еді. Екеуі сүйіп қосылып еді. Екеуі барлық жерге бірге баратын. Жарасымды жұп еді. Жалғыз баласына әмірін жүргізіп үйренген енесі баласын келіннен қызғана бастады. Оның үстіне енесінің көзіне елестеткен келін образы басқаша еді. Енесі зүлпан білекті, жауырыны қақпақтай, екі қапты бір өзі көтеретін келінді қалады. Ал Айман болса нәзік, белі қылдай, қаланың ақ саусақ қызы еді. Оның үстіне баласы келіннің асты үстіне түсіп әлек, 21. Қызғаныштан ішін ит тырналаған зұлпан келіннен міністеп жіпке тізе берді. Шықса шықты, кірсе кірді, тірлігіне араласып, оны баласына жамандап айтып отырады. Айман бала көтеріп, токсикоз болғанда да, біздің кезімізде токсикоз болмаған, өтірік ауырады, тірлік істемеу үшін деп. Алғашқысын босанғанда тіпті құтырды енесі. Баласы түнде жылап, ертеңіне меңзең болып жүретін Айман баласын емізіп жатса болды, тырнақ астынан кір іздеп, ештеңе істеп жатқан жоқсың деп тиісе берді. 22 қанын іше берген соң Айман да сөз қайтара бастады енесіне. Солай екеуі ұрсып қала берді. Одан Айманды недірі сөз қайтарды деп баласы мен байын келініне қарсы қоя бастады. Одан қалса туысқандар, көршілер, кім көрінгенге келінін жамандап, Айманды жер жаһанға жамандай бастады. Өсек пен өтіріктен ада, қулық, сұмдығы жоқ Айман өзін керемет қылып көрсетуге тырыспайтын. Жұрт үйге келсе, өтірік мүсәпір болып, өтірік жыбырлап, келінін жатып ішер, жалқау көрсететін. 23. Шын мәнінде Айман енесіне қарағанда әлде қайда таза, тамағы дәмді, тірлігі тындырымды еді. 3 баланы қатарынан туған Айман жұмыс жасап, ақша тауып үлгерді. Немерелеріне қарағанын міндет қылып, бұл қатын балаларына қарамайды, бәріне өзім қарап жатырмын деп тағы ұлыды. Енесінің Айманға деген өшпенділігі күннен күнге өрши берді. Тіпті немерелерімді алып қалып, мына келіннің көзін құртсам деп жоспар құра бастады. 24 балгерлерге барып, ерлі зайыптылардың арасын алшақтататын суытпа жасап, біресе Айман ауырды, біресе ермек ауырды. Айманның іші өтіп құса берді, бала тастады. Ал ермек асқазанымен әлек болып кетті. Екеуі ит пен мысыққа айналды. 7 жыл алысқан олар ақыры ажырап тынды. Айман отбасын сақтай алмағанына өзін кінәлі сезінгенімен, енді жалғаса берсе, балаларынан айырылатын білді. Содан ертерек құтылғаныма шүкір деді. Ал ермек болса, әйелінің қадірін енді білгендей, 25 өйткені Айманды менсінбей, нақсүйірмен әлек болып кеткен ермекті нақсүйір тастап, басқа күйеуге тиіп кетті. Сонда бұл қаншық менен де басқа еркекпен жүрген бе деп аң-таң болды. Оған звондап, қаншық, кеше ғана менің қойнымда жатыр едің ғой. Менен де басқа еркекпен жүргенсің бе? Қайтар саған берген қымбат сыйлықтарымды. Мен саған қанша ақша құртты білесің бе? Деп еді. Нақсүйері мырс етіп күліп жіберіп, ақымақ, мен не сені өмір бақи күтіп жүреді деп ойладың ба? 26 мен сені сүймеймін. Не в моем вкусе. Тек маған ақша керек болды. Маған ақша, саған менің энергиям. Теңбе тең, шу сені өмір бақи күтіп жүруге міндетті емеспін. Кстати, саған тиіп алар едім, если захотела. Бірақ маған сендей жүргіш бай керек емес. Еще сен әке-шешеңнің айтқаннан шыға алмайсың.
Сендейлердің әйелі болған не угодно, любовница болған во күшті. Мен Айман емеспін, она верно и себя не любит, она бейшара тебя любит, а я себя люблю. Не, жалко, хотя правильно кетіп тыныпты, 27. Сұрқия, кеше ғана Айманды менімен бірге жамандап өліп жатыр едің ғой, енді жақтап жатсың ба? Я говорю как есть, дорогой. Это психология. Сендейлермен қалай сөйлесу керек екенін білемін. Сен оған измена жасап, әке-шешеңнің сөзіне еріп оны ұрғаннан кейін, ол сенің миыңды жейді. Ол саған ұнамайды. Өйткені ол сенің жоғары эгоңды қозғайды. Сол үшін саған Айманнан асқан жау жоқ. Сол үшін сенімен қосылып Айманды жамандадым. Сені мақтадым. Ал қазір сен маған керек емессің. Әрең шыдадым саған. 28 кезінде өзім де сол Айманның орнында болып ажырасып кеткенмін. Құдайға шүкір, қазір еркектерді көзім таниды. Жертва қатындарды жек көремін и аяймын. Кстати, сен маған төсекте де ұнамайсың. Тез бітіріп қоясың. Қанша уақыттан бері айта алмай жүредім. Чао, бамбини. Мені енді іздеме. Сука, көрсетемін саған. Күйеуіңе барып көтіңді ашамын деп келе жатыр еді. Нақсүйірі телефонын өшіре салды, жалғасы бар. Дадым саған.